Сіздер перзент сүйіп ата-ана болған болсаңыздар, мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Әдетте перзент сүйгеннен соң біздің өміріміз күрт өзгеріп жатады. Себебі ол деген өміріміздегі сондай бір әсерлі, естен кетпейтін ерекше сәттердің бірі. Енді үйіңізге жаңа туған нәресте келді. Сол нәрестенің жалпы жағдайын қалай жасаймыз? Атқаратын қызметтермен бірге жалпы жауапкершіліктің де артқан белгілі. Бүгін сіздермен бірге біз жаңа туған нәресте өмірге келген босану үйінде жүргізілетін шаралардан бастап, олар сізге нені үйрету керек, сіздер үйге келгенде қандай жағдайлар жасалу керек, жалпы қандай екпелер салынды нәрестеге, қалай емізеді, қай уақытта, бала үшін қандай қауіпті жағдайлар бар, туылған соң бала ағзасында қандай өзгерістер болады, физиологиялық сарғаю дегеніміз не, ол қашан кетеді, баланың кіндік жарасы қашан құрғайды, оған қалай дұрыс күтім жасау керек, жалпы нәресте туылғаннан соң қандай скринингтер жасалады, және тағы басқа осындай сұрақтарға бүгін мен сіздерге өзіміздің ана тілімізде, қарапайым қазақ тілінде түсіндіріп беретін боламын. Ал ендеше бастайық. Нәрестені қашан емізіп бастаған жөн? Нәресте туылғаннан соң 1 сағаттың ішінде емізіп бастаған жөн. Алғашқы тәуліктерде ана сүтінің секрециясы аздау, түсі сарғыштау болып келеді. Ол ананың уысты деп аталады. Бірақ та уайымдамаңыздар. Ағзадағы болып жатқан өзгерістерге бой үйреткеннен соң ана сүтінің секрециясы жоғарылайды. Нәресте алғашқыда емшекті аузына алған кезде тоймай, мазасызданып, көп сұрайтын болады. Бірақ та ана ағзасы өзгерістерге бой үйретіп, көп мөлшерде сүтті секрециялаған кезде ол тойып еміп, рахаттанып ұйықтайтын болады. Есіңізде болсын, егер де сіз сүтіңіздің көп болғанын қаласаңыз, нәрестеге көп емізгеніңіз дұрыс. Себебі нәресте ему барысында өзінің иегіменен сіздің сүт бездеріңізге массаж жасап, оған қосымша сүттің керек екені туралы сигнал білдіреді. Жалпы ана сүтінің құрамында көптеген химиялық элементтер бар. Соның ішінде темір, кальций, натрий, фосфор, цинк секілді химиялық элементтер кездеседі. Оған қосымша ана сүтінің құрамында көптеген гормондар мен антиденелер балаға беріліп отырады. Антиденелер бұлар әлі иммунитеті қалыптаспаған бала ағзасын әртүрлі инфекциялық аурулардан қорғап отырады. Сол себепті нәрестеге қоректендіру барысында ана сүтін берген дұрыс. Емізетін аналар дәмді, күнделікті тамақтану рационына сан алуан тағамдарды қосып отыру қажет. Анығырақ айтатын болсақ, олар тек көп мөлшерде сүтті ғана қабылдап қоймай, басқа да сүтті өнімдерді, етті, балықты, көкөністерді, жеміс-жидектерді тамақтану рационына қосып отыру қажет. Сонда ғана ол дұрыс толыққанды тамақтану болып саналады. Оған қосымша әйел адам көп мөлшерде сұйықтық ішіп, тамақты да көп мөлшерде қабылдап отыру керек. Сонда ғана ананың сүт бездері балаға керекті мөлшерде сүтті секрециялайтын болады. Оған қосымша тағы бір айтатын факт, баланы дұрыс емізу керек. Жалпы сізде босану үйінде, яғни роддомда дұрыс емізу техникаларын дәрігер не болмаса тәжірибелі медбикелер үйреткен шығар деп ойлаймын. Нәрестені емізер алдын әуелі емшегіңіздің ұшы нәрестенің мұрнымен бір деңгейде болатындай етіп, нәрестені өзіңізге жақын ұстаңыз. Кейіннен емшегіңіздің ұшын ақырын ғана нәрестенің жоғарғы еріне тигізесіз. Нәресте аузын ашып бастайды. Нәресте неғұрлым аузын үлкен етіп ашқан сайын, ол емшекті аузына дұрыс ыңғайлы етіп салып, дұрыс еметін болады. Нәресте еміп болғаннан соң денесін босатып, емшекті өзі жіберіп, кей жағдайда көзі ілініп ұйқыға кетеді. Міндетті түрде нәресте еміп болғаннан соң 2-3 минут нәрестені тігінен көтеріп тұру керек. Себебі ему барысында асқазанға кеткен ауалар көтеру барысында шығатын болады. Кей жағдайларда дәл осы сәтте нәресте аз мөлшерде емген сүтті лоқсып, құсып шығаруы мүмкін. Ода тұрған ештеме жоқ, одан қорықпасаңыз болады. Себебі ол жоғарыда айтқандай ему барысында асқазанға кеткен ауаларды шығарып жатыр. Ал егерде нәресте еміп болғаннан соң құсып, мазасызданып, жылап, дене температурасы жоғарылайтын болса, онда міндетті түрде дәрігерге көрінуіңіз керек. Физиологиялық сарғаю әдетте нәрестелерде өмірінің алғашқы 2-3 тәулігінде байқалады. Бұл кезде дененің терісінде, көздің шырышты қабатында сарғаю басталады. Бұл
қанның құрамындағы билирубиннің жоғарылауымен түсіндіріледі. Ал өз кезегінде билирубин қайдан шықты десеңіздер, мен сіздерге түсіндіріп берейін. Жалпы біздің қанның құрамында көптеген формалық элементтер бар. Соның бірі қанның қызыл түйіршіктері эритроциттер. Олар өзінің өмір сүру ұзақтығы аяқталғаннан соң көкбауырға барып жойылады. Ыдырау барысында ол екі бөлікке бөлінеді: гем және глобин. Осы гемнің ыдырау барысында нәрестенің ағзасының ферменттік жетілуі әлі толық пісіп жетілмегені байқалады. Сол себепті толық өңделмеген билирубин қан арқылы тіндерге жинала бастайды. Сол себепті біз нәрестенің көздің шырышты қабатында дене терісінің сарғаюын байқаймыз. Бірақ та бұл жағдай қорқатын жағдай емес. Әдетте баланың 10-14 тәулігінде бұл физиологиялық сарғаю қайтып бастайды. Әрине, бұл емді қажет етпейді. Бірақ та бұл физиологиялық сарғаю уақыты ұзаруы мүмкін. Ол кезде міндетті түрде қанның құрамындағы билирубинді анықтаған жөн. Ол қалыптыда 180 миллимоль на литр болу керек. Егерде нәресте салмақ қосуы нашар болып, әлжуаз болып, үлкен және кіші дәретінің түсі өзгерсе, міндетті түрде қанның құрамындағы билирубинді өлшеу керек. Билирубин 180 миллимоль на литрден жоғары болған жағдайда міндетті түрде дәрігерге көріңіздер. Себебі бұл физиологиялық сарғаю емес. Ол бала өмірі үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Нәрестенің ағзасында болатын келесі өтпелі физиологиялық жағдай бұл физиологиялық эритемалар. Нәресте туылғаннан соң үстіндегі ақ жағындыны жуғаннан кейін денесі қызарып шығады. Мінекей осы физиологиялық эритема болып табылады. Бұл физиологиялық эритема нәрестенің өмірінің 3-ші тәулігінде қызару күшейіп, кейіннен өмір сүруінің алғашқы аптасының соңғы күндерінде қызару өзі кетеді. Яғни ешқандай емді қажет етпейді. Осы қызару кеткеннен соң нәресте денесінің түлеуі байқалады. Бұл кезде сіз балалардың терісін ылғалдандыратын крем жағып қойсаңыз болады. Кей жағдайларда саусақтың, қолдың буындарында қоршаған ортаға аллергиялық реакция ретінде токсикалық эритемалар, яғни қызылдақтар пайда болуы мүмкін нәрестенің денесінде. Бұл басқа да бір инфекциялық аурулармен диагноз жасау үшін бұндай жағдайларда міндетті түрде дәрігерге апарып көрсеткендеріңіз жөн. Нәресте туылғаннан соң өмірінің алғашқы күндерінде ауыр демалуы мүмкін. Себебі ол өкпесін ауаға толтырып, керіп, енді тыныс алуды үйреніп жатыр. Кейде ол тұрақты демалып, тынысты жай шығару мүмкін. Ол дәл сол сәтте ағзада болып жатқан физиологиялық процестерге байланысты. Жалпы нәресте минутына 30-50 рет тыныс алу қажет қалыптыда. Егерде сіз нәрестенің қандай да бір себептермен тынысы тез, кейде жай, не болмаса ысқырықты, сырылдармен, не болмаса ерінің көгеруін, ауыздың айналасының көгеруін байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрсетіңіз. Себебі бізде ағзамызда тыныс алу орталығы ми бағанасында сопақша мида орналасқан. Дәрігер ол дәл сол сәттегі тыныс алудың бұзылысы жалпы жүйке жүйесінің қандай да бір ақауымен байланысты ма, байланысты емес па, соны анықтауы тиіс. Нәрестеде өмірінің алғашқы 3-ші және 4-ші тәулігінде кіндік қалдығы түсіп, орнында кіндік жарасы пайда болады. Жалпы сол кіндік жарасының толығымен жазылуына 1-2 аптадай уақыт кетеді. Сіз ата-анасы ретінде сол кіндік жарасының қабынып кетпей, дұрыс жазылуына тікелей жауаптысыз. Егерде кіндік жарасына қандай да бір микроб түсетін болса, кіндік жарасында әртүрлі іріңді бөлінділер, жағымсыз иістер шығуы мүмкін. Сол үшін сіз күнделікті оны өңдеп отыруыңыз керек. Ол үшін антисептик 3%-лық сутек асқымтотығы, яғни пероксид водороды бізге қажет болады. Нәрестенің кіндік жарасын 3%-лық сутек асқымтотығымен өңдеп болғаннан соң, құрғақ тампонмен ақырын кептіреміз. Кептіріп болғаннан соң, жараны бриллиант жасылымен, яғни зеленкімен өңдеп қойсаңыз болады. Жалпы нәрестеде қандай да бір себептермен әртүрлі бөлінділер, жағымсыз иіс, қызару байқасаңыз, міндетті түрде баланың кіндік жарасын дәрігерге көрсеткеніңіз абзал. Себебі дерт асқынатын болса, кіндік сепсисіне алып келуі мүмкін. Нәресте өмірінің алғашқы 10 күнінде өзінің дене салмағының 10%-ын жоғалтуы мүмкін. Ол немен байланысты? Ол жалпы нәрестенің тыныс алу барысында ылғалдың булануымен, тері арқылы сұйықтықтың шығуымен
және де ағзаға жеткілікті дәрежеде сұйықтықтың түспеуімен байланысты. Оның жалғыз ғана емі бар, ол әрине дұрыс уақытылы емшек сүтімен нәрестені қамтамасыз ету. Нәрестенің өмірінің алғашқы 3 күнінде нәрестеде мекониялар болады. Мекония дегеніміз ол нәрестенің алғашқы нәжісі. Оның түсі жасыл, консистенциясы қоймалжың болып келеді. Ол жалпы нәресте анасының жатырында жатқан кезде қалыптасып қойған. Жалпы әуелі баста нәрестенің дәреті жиі, қоймалжың, кейіннен бастап сұйыққа ауысып отырады. Оған қосымша нәрестенің қоректену түріне байланысты дәреттің түсі де өзгереді. Мысалы, егер нәресте анасының сүтін ішетін болса, оның түсі сарғылт, ал егерде жасанды қорек қабылдайтын болса, оның түсі жасыл болуы мүмкін. Жалпы енді нәрестенің киімдері туралы айтатын болсақ, мен сіздерге 2 өлшемді ұсынамын. Ол әрине баланың бойына байланысты. Егер де мысалы нәрестенің бойы 52 мен 58 см аралығында болса, онда 56 размер алыңыз. Ал егерде нәрестенің бойы 59 мен 64 см аралығында болса, онда 62 размер алыңыз. Жалпы үйде 4 комплекттен болса, киімдер жетіп артылады. Ең бірінші кезекте бізге ол нәрестенің бұтына киетін шалбары, яғни орысшасы ползунки. Ол жұқа қалың болған дұрыс бірнеше комплекттен. Келесі бізде кеудешелер, яғни орысшасы распашонкалар. Олар әрине жұқалау болып келеді. Оның жасалатын материалы фланель болған дұрыс. Фланель мата деген ол тығыз тоқылған, екі шетінде жұқа, жұмсақ қабаттары бар, жылуды жақсы ұстайтын, сыртқа шығармайтын сондай материалдың түрі. Сол үшін ол нәрестелерде өте бағалы болып саналады. Келесі ол бізде бодилар. Боди дегеніміз ол нәрестенің бұтында кнопкаларын бекітілетін, жеңі қысқа, жеңі ұзын болып келеді. Жалпы оған қосымша бізде комбинезондар керек. Ол әрине комбинезондардың жұқа және қалыңдау болған дұрыс, себебі сыртқа қыдыруға шыққан кезде де қалыңдауын киетін боламыз. Оған қосымша нәрестеге мақтадан тоқылған және де жүннен тоқылған шұлықтар қажет. 8-9 размер болса жетіп жатыр. Және де ең негізгісі ол әрине нәресте басына киетін қалпақ. Ол әрине жұқасы және қалыңы болған дұрыс. Жұқасын үйде нәрестені шомылдырғанда кигізсеңіз, қалыңын далаға серуендеуге шыққанда кигізетін боласыз. Жалпы нәрестені шомылдыруды 2 кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең ол нәрестенің кіндік жарасы жазылмай тұрғанға дейін кезең. Ал екінші кезең кіндік жарасының толығымен жазылу кезеңі. Жалпы бірінші кезеңде кіндік жарасы жазылмай тұрып, нәрестенің денесін сулы марлемен не болмаса мочалкамен сүртсеңіз, соның өзі жеткілікті. Ал кіндік жарасы толық жазылғаннан соң нәрестені толыққанды шомылдыра берсеңіз болады. Ал ол үшін біз керекті заттарды бірінші дайындап алуымыз керек. Біздің жағдайымызда ол нәресте шомылатын анатомиялық ванна, су температурасын өлшейтін су термометрі және де шомылып болғаннан соң денесін қорғататын заттар. Жалпы нәресте үшін ең қолайлы су температурасы ол 37 градусты құрайды. Нәрестені шомылдырмас бұрын қолыңызды былайынан салып, тексеріп алғаныңыз дұрыс судың температурасын. Егер де нәрестені алғаш рет шомылдырып жатқан болсаңыз, нәрестені матаға орап шомылдырғаныңыз дұрыс ең бірінші. Әуелі аяғынан бастап, денесінің 3/2 бөлігіне шейін суға батырамыз. Кейіннен кеудесі мен басын ұстап отырып, ақырындап екінші қолмен жылы сумен шомылдырып бастаймыз. Жалпы шомылдыру барысында аптасына 1 рет қана сабынмен шомылдыруға кеңес беріледі. Себебі сабын нәрестенің терісі арқылы бөлінетін майлы қабатты құртып жіберуі мүмкін. Егер ол қабаттан айырылатын болсақ, дененің, яғни нәрестенің терісі қорғансыз қалады. Сөйтіп, нәтижесінде қоршаған ортаның әртүрлі әсерлерінен терісінде бөртпелер, әртүрлі қабынулық процестер жүріп отыруы мүмкін. Егер де осындай процестер жүріп жатқан болса, сіздер түймедақ, не болмаса череда секілді терінің қабынуын басатын әртүрлі шөптермен қосып шомылдырсаңыз болады. Нәрестені шомылдыру барысында және денесін қорғату барысында ысқылап үйкелеуге болмайды. Оның терісі өте нәзік, сол себепті жарғаттап алуымыз мүмкін. Тек денесін қорғатамыз, содан кейін құлақ тампондарын алып, құлақтағы ылғалды қосымша кептіруге болады. Жалпы шомылдырып болғаннан соң, нәрестенің жоғарыда айтқан жұқа қалпағын міндетті түрде кигізіп қойыңыз. Бала шомылып болды, денесі босаңсып, жақсы ұйықтайтын болады. Оған қосымша міндетті түрде шомылдырып болғаннан соң нәрестені емізген өте дұрыс. Жалпы есіңізде болсын, нәрестені шомылдыру бұл тек терінің гигиенасын сақтау ғана емес, жалпы шынықтыруға да өте рөлі үлкен болып саналады. Сол үшін нәрестені міндетті түрде шомылдырып тұрғаныңыз жөн.
Жалпы нәрестемен таза ауада серуендеу қаншалықты маңызды? Сіз нәрестемен бірге таза ауада серуендеп бастаған кезде, бұл ең бірінші кезекте нәрестенің ағзасын шынықтырады. Оған қосымша иммунитеті дамиды, және де күннің ультракүлгін сәулесі нәрестенің терісіне түскен кезде ағзада Д дәрумені өндіріліп бастайды. Нәрестенің көру жүйесі дамиды серуендеу барысында, және де эмоционалды және жүйке жүйесінің дамуы байқалады. Себебі таза ауада жүрген кезде біздің ағзамызға оттегі өте жоғары деңгейде түсіп бастайды. Соған байланысты зат алмасу да жақсарады. Сол себепті нәрестені таза ауада қыдырып тұрған өте пайдалы. Алғашқы уақытта нәрестені таза ауаға шығару уақыты 10-15 минутты құраса, кейіннен ары қарай өзіңіз уақытын аз-аздан қосып отырсаңыз болады. Сіздер аман-есен босанып болғаннан соң, егер барлығы ойдағыдай болатын болса, нәрестеңізді кеудеңізге қойып береді. Бұндағы мақсат ана мен баланың арасындағы байланысты жақсарту. 9 ай бойы толғатып, қиналып жүріп туып алған нәрестеңізді қолыңызға алғанда, сіз жеңілдеп, қиналғаныңыздың барлығын ұмытып кетесіз. Расымен де ана болу деген ерекше сезім. Әсіресе ол сізде тұңғыш перзент болатын болса. Сонымен, босану үйінде нәрестенің туылғаннан соң бойы, салмағы өлшенеді. Оған қосымша өмірінің алғашқы 1 және 4 күндерінде туберкулезге қарсы БЦЖ және де гепатит Б-ға қарсы екпелер салынады. Әрине, оның барлығы сіздің рұқсатыңызбен. Қосымша нәрестеде тұқым қуалау ауруларын анықтау мақсатында неонаталдық скрининг және де аудиоскрининг жасалады. Аудиоскрининг дегеніміз не? Аудиоскрининг ол нәрестенің есту қабілетін анықтау мақсатында жасалатын әдіс. Ол қарапайым, нәрестеге ешқандай зияны жоқ. Жалпы күнделікті нәрестенің жағдайын неонатолог дәрігер күнде қарап қадағалап отырады. Тәжірибелі медбикелер немесе дәрігер келіп, сізге емізудің техникаларын үйретіп, қандай жағдайда қалай емізген дұрыс екендігін көрсететін болады. Егер сіздерде барлығы ойдағыдай болатын болса, қолдарыңызға нәрестенің және сіздің выпискаларыңызды беріп, босану үйінен сіздерді шығарып салады. Сіздерді сыртта жолдасыңыз, туған-туысқан, жолдастар барлығы улап-шулап, арқа-жарқа болып үйге шығарып алып келеді. Сонымен, үй жағдайында нәрестеге қандай жағдай жасалуы тиіс? Ең бірінші кезекте нәрестенің жататын бөлмесі ол бөлек болу керек. Үйге қонақтарды шақырмаңыздар, және де нәресте жататын бөлмеге көрінген адам кіріп шықпасын. Бөлме температурасы алғашқы уақытта 22-24 Цельсий градус болуы керек. Оған қоса бөлме ауасы таза және желдетуге үнемі мүмкіндік болсын. Міндетті түрде нәрестенің жататын жері тегіс және жастықсыз болу керек. Себебі алғашқы уақытта нәрестеге жастық мүлдем қажет емес. Ол сізден бөлек жатуы үшін жеке кереуеті мен төсек орны болуы тиіс. Себебі нәрестелердің түнде анасының астында қалып, бастырылып, шетінеп кеткен кездерде болған біздің тәжірибемізде. Сол себепті нәрестенің өмірін тәуекелге түспей, керекті жағдайды жасап қойғаныңыз абзал. Оған қосымша баланың құлап кетуі мүмкін жерлерге нәрестені ұзақ уақытқа қалдырушы болмаңыз. Себебі нәрестенің қандай қимыл-әрекеттер жасай алатынын сіз әлі білмейсіз. Нәтижесінде кейбір жағдайларда биіктен құлап нәрестелер ауыр жарақаттар алып жатады. Ол үшін үнемі сақ болғаныңыз дұрыс. Сіздер босану үйінен шыққаннан соң ертесіне сіздердің жағдайларыңызды біліп кетуге міндетті түрде жалпы тәжірибе дәрігерімен не болмаса сіздердің участоктеріңізге қарайтын педиатрмен қоса учаскелік медбике келіп көру керек. Жалпы олар келген кезде сіздің үйіңіздің жалпы жағдайы нәресте үшін ыңғайлы ма, және де сіздің және нәрестенің жағдайы жақсы ма? Оған қосымша сіздердің босану үйінен алып келген выпискаларыңызды қарап, дәрігер танысып, қажет деп тапса, нәрестенің даму тарихы кітапшасына арасына қыстырып қояды. Менің жас ата-аналарға айтар бірнеше кеңесім бар. Жалпы сізде алғашқы уақытта тәжірибе жеткіліксіз болғаннан соң, нәрестені күту барысында сіз әртүрлі жағдайларға ұрынып, қобалжып, қорқып, абдырап, не істерлеріңізді білмей қалатын кездер болады. Ондай кезде ең бірінші сіз салқынқандылық танытыңыз. Ондай кезде сізге ешқандай да қобалжып, әртүрлі әрекеттер істеуге болмайды. Себебі сіз
нәрестеге керісінше зияныңыз тиіп кетуі мүмкін. Ондай кезде шұғыл арада дәрігерді көмекке шақырасыз, не болмаса дәрігерге нәрестені алып барып көрсетесіздер. Себебі нәрестеде болатын болмашы қабынулық процестің өзі тез арада өршіп, үлкен қабынулық процестерге алып келуі мүмкін. Сол себепті сіздерден жалғыз өтініш, нәрестеде қандай да бір қалыпты емес өзгеріс байқасаңыз, оған бей-жай қарамаңыздар. Шұғыл түрде көмекке жүгініңіздер. Жалпы мен сіздер үшін де болашақта осындай пайдалы, әсіресе жас ата-аналарға пайдалы болатын әртүрлі мағлұматтармен сіздермен бөлісетін боламын. Әртүрлі тақырыпта видеолар түсіріп отыратын боламын осы арнада. Сол себепті сіздерге болашақта менің арнам үлкен пайдасы тиеді деген ойдамын. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер. Оған қосымша осы YouTube платформасындағы өзіміздің ана тіліміздегі қазақша контентті қолдап отырсаңыздар деген өтініш бар сіздердің. Комментарий бөлімінде өздеріңіздің ұсыныстарыңызды айтып отырсаңыздар болады. Қандай тақырып сіздерге қызық және де қандай сұрақтар туындады осы видеоны көру барысында. Оған қосымша өздеріңіздің жолдастарыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға осы видеоның сілтемесін жіберу арқылы бөліссеңіздер болады. Осы видеоны олармен бөлісу арқылы сіз оларға да көмегіңіз тиюі мүмкін. Олар да өздеріне пайдалы бір ақпаратты алуы мүмкін. Сол себепті арнаға тіркеліңіздер, саусақты жоғары қаратып, лүпілден басыңыздар. Алла қаласа мен сіздер үшін алдағы уақытта да аянбай осындай пайдалы, күнделікті тіршілікте қажетті ақпараттармен бөлісетін боламын. Ал ендеше келесі бөлімде кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Әр қазағымның дені сау болсын.